Ассалаумағалейкум. Бүгін басқа сөз бізде eloquent сөзі. Eloquent. Яғни бұл сөз шешен деген сөзді білдіреді. Шешен, яғни сөзді, ойларын, сезімдерін анық және әсерлі, сенімді түрде жеткізетін адамды айтады, немесе сондай нәрсені айтады. Сондай қасиетті деп айтсақ та болады. Мысалы, сөйлеуде жазу шеберлігімен, әсерлілігімен ерекшелену. Мысалға, the speaker gave an eloquent speech that inspired the entire audience. Сөйлеуші әсерлі сөз сөйлеп, шебер, яғни шешендік, eloquent бұл сондай болып тұр, speech сөз, бүкіл аудиторияны әсерге бөледі дейді, шабыттандырды. Her eloquent writing captures the reader's emotions perfectly. Яғни оның шешендігі, яғни оның жазуының шешендігі демесек те болады, немесе жазуының бір шеберлігі, шебер жазуы. Бұл бүкіл оқырмандардың эмоциясын жаулап алды. Өтте яғни мінсіз жеткізеді. His eloquent arguments convinced the committee to support his proposal, Оның әсерлі дәлелдері комитетті оның ұсынысын қолдауға сендірді. Енді word origins, яғни бұл сөз қай тілден енген екен? The word eloquent comes from the Latin word eloquentia, meaning speaking out or expressing oneself fluently. It is derived from out, in the locu, to speak. Яғни eloquent сөзі бұл латын тілінен енген екен, яғни негізгі мағынасы білдіру, кейін еркін сөйлеу, екі сөзден қосылып, яғни білдіру, еркін сөйлеу, және сөздерінен құралған екен. Енді синонимдеріне келетін болайық. Articulate, persuasive, сенімді түрде сөйлеу, articulate, яғни айқын түрде сөйлеу, expressive, fluent, poetic, міне осындай сөздермен бұл бірігеді. Осыны сөздерді береді мағынасын. Inarticulate, mute, яғни үнсіз. Tongue, tied, абдырап қалған. Unexpressive, сезімін жеткізе алмайтын. Dull, көңілсіз. Осындай мағыналарды береді. Енді сөзіне келетін болсақ, бұл adjective сөзі. Adjective болып табылады. Eloquent, яғни өте шебер деген сөз. Шеберлікпен, немесе бір мысал үшін eloquent speech десеңіз, бұл сол бір сөйлем, сол бір сөз, eloquent speech, мысал үшін сен адамдардың алдында сөз сөйлесең, ол жерде сен сондай бір шеберлікпен сөйлесең, яғни бүкіл адамдарды сендіре алсаң, сондай бір шешендік қасиетпен сөйлесең, сондай шешендік жәнедегі сөзіңді шешендікпен сөйлесең, онда ол сөзің eloquent speech болады, яғни шешен сөз, яғни қалай аударсақ екен, сондай бір шебер сөз деп аударсақ болады. Мінекей осындай. Ал, жақсы.